Бүгін сіздерге жер үйді сунуштайм. Мектеби бар, балабақчасы бар, суысы бар, светі бар. Сарайдан бері салған 5 сотық жер. Бұл жағында магазинге местасы да бар екен. Құдай бұйырса, сіз аласыз, ішке ашырасыз. Ағам азыр срочно ақша зарыл болғанына байланысты сатып отқан үшін. Сыртқы ішік темір ешік, бұрын ешік, жалпысынан 4 бөлме, үстінде дағы бір мансартный бар екен, ремонт керек. Бұл жағы ашқана. Бұл жағында 1 бөлме, 2 бөлме, 3 бөлме, үстіндегіні ремонт қыласыз. Бұл жағы жуынып тараншы бөлме. Бұл жағы болса чақан, балдардың бөлмесі екен. Терезелер пластик. Отопление бар. Мына машинаның алдында 20 мыңға қошып беріп берем дейді. Жеңілдеріміз қыздарымен секін ішті қылар еді. Так, бұл жағы болса қонақ бөлме. Қонақ бөлменің ремонты жақсы екен. Бұл жақта отопление жақсы. Умный пешке қойылған. Қалай көмірменен, қалай электрический екен. Бұл жағы болса 3-ші бөлме. Бұл жақта батарейка қойылған. Қышындасы аябай жылу дейді. 3-ші бөлме. Бұл жағы жуынып тараншы бөлме. Аристон қойылған, ыссы мұздақ су бар. Күзетші машина бар. Бұл жағында мансартный 1 бөлме бар екен, ремонт бітірек, аны біраздан кейін көрсетеміз. Так, мына печка. Қаласаңыз көмірмен, қаласаңыз электрический екен. Су бар, плита бар. Бұл жағы ашқананың орды. Үйдің ішіне алып көрсеттім. Айлана тегірегіне мынандай кафелменен соны құшап шықтыр. Тапатташ қойылған. Барыта жақшы. Навес жауылған. Бұл жерде машина қойыз. Бұл жағы болса бизнес помещение қабдан ыңғайлы екен. Бұл жерде ешіктер бар екен. Бұл жерде тососыз. Бұл жағы магазин қыла бересіз. Өзі кесіліш көше. Бұл жағыдағыны көше, бұл жағыда көше. Магазин қылайын дедім еле дейді. Бір ақша зәрі сатып отқан жүр. Бұл ешіктен кіріп шығады. Бұл жерде болса кеңірі бұл жағын қошып магазин қылып қойыз. Бұл жағында болса тандырдағы бар. Бұл жақтағы ашықша коробка-сарапканы бұл жақ ырғытам деп ешік қойған екен. Айлана тегірек тосылған 5 сотық жер. Су, свет бар. Мұны жерді қош бересіз. Мұны жерге қошсаңыз, бұл жағы магазинге абдан ыңғайлы. Үйдің ішін алып көрсеттім. Тапан таш қойылған, сөрі бар, навес жауылған, жүзімекті еккен. Помидор, бадырың, үйдің алдынан су шарқап шығып тұрады. Онардан бері егілдір. Септик бар. Үйден шыққан сарқын сулар бұл жаққа шығады. Анан қой қармайым, үй қармайым, жылқы қармайым дегенге мұны. Үсті жалған, үстіге чөп жауыз. Бұл жағына болса қой қармай бересіз. Сәжатқана сыртта. Мына жерге қой, үй, жылқы кенен батады. Баға бересіз. Демек, қаласаңыз магазин іштетіңіз, қаласаңыз қой, үй, жылқы қар. Мына жер канал мына. 30 метр болып қалады. Мына 122 конечный, 122 маршрут шаарда айланып келеді. Мектеп, балабақша бар. Жолдар асфальт. Бұл жағда мына жолда асфальт қалған. Сіз ала тұрған үй мына үй. Қала магазин іштетің. Қала қой, жылқы қармаңыз. Үй кенен, 5 сотық жер. Фурасы барлар, мына жерге фураны қатардан тізіп қойасыздар. Машинасы барлар кенен. 122-ні айттым, мектеп балабақшада мәселе жоқ, жолдар асфальт.